Әкем фермада сиыршы, шешем сауыншы. Жыл 12 ай көшіп қонып жүреміз. Жайлауға шыққанда бір рахаттанамыз. Тұмса бұлағы жыпырлаған тәуке сайының ішінде, мына шомбал таулардың балағында сиырлы ауыл отырады. Соның шеткі үйі біздікі. Сиырлы ауылда асты ең дәмді пісіретін, айранды кілегейдей тәтті ұйытатын менің шешем. Ең майтатыған сап-сары құрт та біздің өредегі шиде кептіріліп тұрады. Түсте керегенің көлеңке жағын тұрып қойып, шай ішеміз. Шешем көбінесе сүзбе кеспес дейді. Кеспесі қылдай, жіп-жіңішке, бөлек-бөлек, бір-біріне жабысқан бір талы жоғау. Ал исі бұрқыраған көмбе наны ше. Бетіне жұмыртқа жағып пісірген күн түстес қып-қызыл табанан іргедегі сандықтың үстінде тізіліп тұрар еді. Келген сайын интернатта жатқан қарындасым Әсемгүл екеумізге бір-бірден көтертіп жіберетін. Иә, түсте шай ішкенде шешемнің алдымен мұрнының үсті жіпсейді. Сосын маңдайынан жыпырлап тері үзіледі. Алдында жатқан сүлгімен анда-мұнда сүртініп тастап, қаймақ қатқан бөрте шайды баппен ұзақ ішеді. Шөлі басылғанда жазылып, көңілі көтеріліп, кейде өткенді еске түсіретіні бар. Сондай кездердің бірінде айтқан еді бұл әңгімені.